Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымынан шығам дегенді де айтты. Бұл шалдың енді айту ақша дегенде жаны енді. Американың ақшасын неге біз албаты шашамыз дейтін тағы бір сөздері бар. Сондықтан жалпы енді ғайыпты ешкім білмейді. Енді осы Трамп шығып қалса Қытайды құлатады деп сенген жапондықтар Трамптың рейтингісі арта бастағанда Жапонның жарна базарының акциясы өсіп кетіпті. Демек Трамп шықса Қытайда жаңағы құртатынын біледі. Сонда осы Трампты атқызғанның артында Қытайлар тұрған болуы мүмкін. Бұл бір. Екіншісі, иммигранттардың қандай да бір топтар тұрған болуы мүмкін. Екі. Үшіншісі, Трамп алдыда жаңағы Иерусалимді ешқандай мемлекет, Израиль мемлекетінің астанасы деп мойындаған жоқ. Иерусалим енді исламның да қасиетті жері, христианның да қасиетті жері, яхудилердің де қасиетті жері, еврейлердің. Сол үш діннің қасиетті жері негізі біріккен ұлттар ұйымы баяғыда оны халықаралық ортақ қала қылайық, үш діннің өкілі де барып өз нанын бойынша тауап қылсын деп айтып отырғанын біледі. Бірақ қазір ол таласты жер. Енді сол кезде мынау алды да Американың елшілігін Иерусалимге апарып орната салды да Иерусалимді жаңа Израильдің астанасы деп мойындады. Енді оны дүниежүзіндегі түгелге жуық дерлік мұсылман елдері оны мойындамайды мысалы. Енді менің ойым, бұның бір күйеу баласы, ана өзі ертең президент қылам деп отырған ана мойны сорайған әдемі қызы бар ғой, ана Иванка деген. Сол Иванкасының күйеуі Күшнар деген Джойд, ол да еврей. Бұның енді еврейге бір бүйрегі бұратыны солда болуы мүмкін. Бұлар енді еврей әулетімен де жақын. Ол Күшнарың да анау мынау жігіт емес, оның да біраз салмағы бар жігіт. Соған қарағанда енді мүмкін бұны аттыруда арабтардың қолы бар ма? Егер арабтардың қолы болып, қандай да бір мұсылмандық радикалық топтардың қолы болатын болса, онда мына орыс пен Қытайдың құдайы жасайды. 11 қыркүйекте Америка сол арабтармен алысып кетті де, сосын орыста байып алды, Қытайда есін жиып алды. Егер бұны атқызуда Иранның қолы болса, онда ол бізге пайдалы. Себебі Иран жаңа орыстың одақтасы, орысқа қазір шахид дронын беріп отыр, Иранды байытып отырған Қытай. Сондықтан енді бұны кім атты деуге болады? Иран, араб радикалдары, Қытай, мүмкін орыстың өзі. Орыстың өзі ешкімменен күдіктенбейді деп, орыстың өзі атып Америкада қандай да бір бүлік тудырғысы келді ма? Мүмкін Путин. Себебі Путин анау Германияның ең нөмір бірінші қару-жарақ өндіретін компаниясының басшысын өлтірмек болған шпиондары мысалы ұсталып қалды, білініп қалды. Қазір Еуропада Ресейдің бүлікшілерінің қаншасы ұсталып жатыр мысалы. Хаккерлік жолмен Еуропада, Америкада олар мына макроструктуралық басқару жүйелеріне хаккерлік жаңағы бәлелерін істеп жатыр мысалы интернет арқылы. Енді сондықтан мынау орыстың өзі ешкіммен күдіктенбейді деп Путин ойлауы мүмкін. Мысалы, Путиннің ойы бойынша Трампты жаңағы Путинмен одақ дейтін бір өсек болды. Сөйтіп бұны кезінде Нэнси Пелосидің кезінде бұған не жасаймыз деді, анау импичмент жасап тақтан түсіреміз деді. Содан күнде конгрессте тыңдау, сен Путиннің адамсың ба, сен жаңағы орысқа жақынсың ба, сен орысшылсың ба, бір бүйрегің орысқа бұрама деп күнде тексеру болып, бірақ оның сол Путиннің адамы дейтін сөзіне дәлел шықпай қалған болатын. Дәлел шықпай қалды. Сөйтіп Трамп импичмент болмай қалып, тағында отырған 4 жылдық президенттігін аман есен аяқтаған болатын. Сондықтан орыс ешкімменен күдіктенбейді деп орайды пайдаланып, бұны атты, бірақ атқанды өлтірмеді, әдейі жаңағы бүлік шығатындай жасады. Енді республикашылдар мен демократтар бірінен бірі күдіктеніп, сенсің ба деп, сонымен жаңағы Америкада бір ішкі бүлік туып кете ме деген орыстардың бір жоспары болуы мүмкін. Кезінде Атлантада орыстың террористері жаңағы теракті жасағанын, ол теракті жасаған шешеннің компьютерін қазақтың бір депутаты ма, облыс әкімінің ұлы жасырғанын, артынан шешенде қорғаштама десе, ана өзінше шешенмен дос болған авторитет көретін ақымақ топас құлдың тұқымы екен, жаңағы шешеннен біздің жаңағы досымыз шешен деп талтаңдап жүретін бір есекбас екен, ақыры сотталып кетеді. Сол сияқты Америкада қандай да бір теракті сондай бүлік дүрбелең ұйымдастыруды көздеп орыс деген болуы мүмкін. Себебі орыстың медиаларын қарасаң, әне Америкада әне қырғын болады, міне қырғын болады, әне азаматтық соғыс болады, міне азаматтық соғыс болады, иммигранттар мен ақтар, англосаксондар соғысатын болады, Тексас тәуелсіз болатын болады, ақ көк деп орыстар жаңағы бір жеріне қарап балаша береді өзі, орыстар ше. Енді мынау сондай мақсат болуы мүмкін. Мысалы, Black Lives Matter деген ереуіл болды. Трамп пен Байденнің айқасы кезінде қара зеңгілер деген бүкіл Америка керек десең, Еуропа, Аустралия, Жаңа Зеландияда ереуіл жасап кетті. Америка енді сол кезде сайлаудың кезінде сондай болды. Бірақ ол жаңа көп шуламай тынышталды.
Тіпті Америкада қаразеңгілердің жаңағы сол ереуілі кезінде мына Қазақстандағы Димаш кім еді? Димаш деген әлгі әнші. Сол да Америкада қаразеңгілердің құқын қорғайық деп саясатқа кіріп кеткені бар, саясатқа кірмейтін кісінің. Себеп сол кезде бүкіл Қытайдың медиасында ойбай Америкада қаразеңгілерді, қара нәсілдерді қинап жатыр, сондықтан олар күні түн ереуілдеп жатыр деп бүкіл Қытайдың медиасы жазып кеткен болатын. Бүкіл орыстың медиасы сөйтіп қаразеңгі тақырыбын көтеріп кеткен болатын. Бірақ енді сонда бәрі тынышталды. Қоғамда ешқандай бүлік соғыс болған жоқ, ереуілдеді, ойларын айтты, полицейлер көшені қарап тұрды, ешкімді қамамады, өрт қойған ана мынау бір екеуін қамады, болды, осымен бітті. Сайлау болды. Жаңағы Трамп жеңілді, Байден жеңді, Трамп босатып шықты, құтты болсын айтты, Байден кемпірін ертіп ақ үйге кірді, Трамп жаңағы сұлу қатынын ертіп ақ үйден шықты, бітті, болды. Сонымен ештеңе болмағандай Америка қалпына келді. Сондықтан мынау орыстардың тағы бір жеріне қарап бал ашып отырып өздерінше қиялдап, олар айтады, Англия бөлшектенеді, Англиядан солтүстік Ирландия бөлінеді, Шотландия бөлінеді, Испания бөлшектенеді, Италия деген мемлекет болады, Испаниядан жаңағы Барселона бөлінеді деп орыстардың балды аша береді. Сондықтан сол орыстың балгерлеріне сеніп қалып, ладно деп Путин, давай қанша миллиард доллар беріп, атыңдаршы бірден істеңдерші, ладно, күнде мынау алдыңғы шептен өңкей плохо новости, маған бір хорошо новости естіртіңдерші деп, сонымен орыстар мәз болып Путиннен ақшаны алып, сонымен Америкада бірден істейміз деген болуы мүмкін. Мысалы, диктатуралық Ресейде жаңа ғалымдар Путиннен алған ақшасын ақ болды, көк болды, жоқ болды қылып, ең соңында құртқан. Қаншама қару. Біз деген андай да мындай деді, қаруының түрі мынау болды. Кинжал дегенде ешқандай зымыраннан қорғау жүйесі ұстай алмайды деді. Біздің жаңағы Искандер зымыранын жер шарында тосатын қару жоқ деді. Сөйтіп Искандері менен кинжалын атып еді, Американың 80 жылғы тат басқан патриоты ұшып бара жатқан орыстың кинжал зымыраны мен Искандер зымыраны, қайда барасыңдар, тоқтаңдар деп ұстап алды. Қысқасы былай енді. Сонымен Путин ашуланып бүкіл әлгі зымыран жасағыстардың бәрін соттады. Ең соңғы бір 70 жастағы шалдың өзін 14 жылға соттады. Тура сондай оқиға Қытайда да болды. Чип жасаймыз, бәлен триллион ақша керек деді. Ши Цзиньпин ақшаны төкті тура. Чип жасап Америкаға тәуелділіктен құтыламыз. Сосын Қытай бәле өз чипін өзі жасайды да, сосын бүкіл дүниеде Американың аузын аңқитып кетеміз деді. Сонымен әлгі ақша жоқ, чип жоқ. Сосын Ши Цзиньпин айтты, ақша қане десе, ақ болды, көк болды, жоқ болды деді. Чип қане десе, жасай алмадық деді. Сосын не ақшаны тап, не чипті тап деді де, әлгінің бәрін түрбеге тықты. Сонда мынау да сондай бір жоба ма? Біз деген Трампты атамыз, сосын Америка ертең ақ бүлік болады, господин товарищ Путин деді, сосын Путин ладно деді, откасын ішіп тұрып жобаға окей деді, сонымен орыстың киллерлері келді ма? Кім біледі енді? Құдай біледі. Неше түрлі фантазия ойлауға болады, да? Неше түрлі фантазия ойлауға болады. Америка тарихында бұндай сайлау кезінде жаңағы өлген президенттер жетеді. Өлген президенттер жетеді. Анау біз Тексаста болғанда, Далласта болған оққа ұшқан президенттің тура атылған жеріндегі белгіде фотоға түскеніміз әлі естеріңізде 4 жылдан бір мысалы ол фотоны жариялаған. Америка тарихында бұл өте көп. Енді анау мультфильм бар ғой, ересектер көретін мультфильм Simpson Predicts дегенде. Сол Simpson Predicts'те мысалы көп нәрсені күні бұрын айтады. Оларды деген жұрт айтады, сендер қалай білесіңдер дейді. Simpson Predicts бәрін күні бұрын тура болғандай көзбен көргендей жазады. Симпсонның бас жаңағы продюсері айтты, жоқ, біз ешқандай да ел ойлағандай ғарыш адам емеспіз, ел ойлағандай жаңағы уақыт каналымен, уақыт туннелімен болашақ өтіп көріп кеп айтпаймыз, бірақ біз саяси оқиғаларды болжап осылай айтамыз деп. Сол Simpson Predicts'те Трампты 2024 жыл атып өлтіреді деген. Трамптың табытта жатқан бір кадры бар болатын. Ендеше Трамп шында сондай бола ма? Ал Simpson Predicts'ке сенбейік десек, біз енді ешқандай болжалға сенбейміз, себебі біз тақуа мұсылманбыз. Алхамдулилля, бір Алланың бол дегені болады біздің ұғымызша. Сол Simpson Predicts Трамп сайлауға түсетін кезінде Трамптың ең соңғы нәтиже шыққанда бір биік екінші қабаттан элеватормен жерге түсіп келе жататыны, қиғаш элеватор, қасында өзінің келіншегі болатыны, ол келіншегінің суретіне дейін сонда 15 жыл бұрын Симпсондер мультфильмде көрсетіп қойған. Ал ол кезде Трамп тіпті мына қазіргі келіншегімен енді үйленген президент болам деген жоспарда жоқ. Бұл әшейін жаңағы миллиардер болатын. Сонда Трамп пен жаңағы Байденнің сайлау кезінде бұлар тағы бір жерде сөздерін сөйлеп жатқан кезде сайлау нәтижесі жарияламыз деп барлық ел күтіп тұрады. Сонда бұлар екінші қабат па, үшінші қабатта жаңағы төмен жылжитын, сырғанайтын, төмен қарай жылжитын көлбеу лифтпен сырғандап келе жатады. Жаңағы тұрады. Сол кезде жариялайды Трамптың балы жоғары, Трамптың билет жинаған дауысы жоғары.
Тура сол кезде Трамп алды да қасында Мелания болып келе жатады. Міне сол кезде адамдар шарлар лақтырып құттықтап жатады. Тура сол кадрды осыдан 10-15 жыл бұрын Симпсон жаңағы Симпсондер соны көрсеткен. Симпсон ересектер көретін мультфильм мысалы. Енді ойла, коронавирусты да солар тура коронавирустың суретін сызып тұрған мультфильмді анау 10-20 жыл бұрын жасады мысалы. Өте көп оқиғалар жасады. Мысалы, Сауди Арабияның мына қазіргі орыс Қытайға одақ болатын Салман Ханзаданың суретіне дейін дәл сызды мысалы. Енді бұларды не деуге болады? Мүмкін шынында олар бір қандай да бір саяси ұйымдар шығар. Мүмкін олардікі болжал емес шығар. Бірақ біз айыпты тек бір Алла біледі дейтін мұсылман ретінде, мейлі олардікі тек саяси анализ болсын, қалай болмасын, мүмкін әлде бір саяси мүдделі топтардың жоспарында Трампты 24 жыл ату жоспары бар шығар. Кім біледі, ешкім білмейді, бір Алла біледі. Қалай болмасын, дүние бұрқсар қайнап тұр, қазақтың сергек болғаны керек. Егер дүниенің мына жаңа геосаяси жағдайы осындай сұрапыл өзгеріп тұрған кезде, біз қолайлы сәтті пайдаланып, ұлтымыздың мүддесін түгендей алсақ, дүниедегі алпауыттардың бір-бірімен қым-қуыт қарым-қатынасының ортасынан қазаққа пайдалы қандай да бір ұпайымызды түгендеп қалсақ, сөйтіп мына зұлым қанішер, орыс құл, Қытай құл, мына қанішерлердің құралы болып отырған, қазақты езіп ұстап отыратын, тек пайдаланылатын құралы болып отырған Назарбаевтық, Тоқаевтық кландардан құтылатын болсақ, қазақ жерінде демократия орнататын болсақ, онда Құдайдың оңдағаны. Міне, қаншама елдер саяси орайды қолдан жібермей ұстап қалды, сосын бақытты баяшатты өмір сүріп жатыр. Біз де солай істейік, сергек болайық, саяси сауатты болайық. Саяси сауаттылық ол әрбір қазаққа керек. Аман сау болыңыздар. Шұғыл оқиғаны аударып сіздерге жеткіздім. Дәл қазір уақытты сіздерге айта салайын. Ойға айтады телефон. Бізде қазір 13 шілде Нью-Йорк жаңағы Америка шығыс уақыты деген шығыс уақыты бойынша 10-нан 37. Сіздерде 14 шілде таңғы сағат бізде 7-ден 37 кетті. Қазақстанда 14 шілде таңғы сағат 7-ден 37 кетті. Осыдан бірнеше сағат бұрын осындай Америкада бір сұрапыл оқиға болды. Ал аман сау болыңыздар, қалың елім, қазағым. Мына мен бүгін сіздерге түсіндірдім. Мен Атажұрт ақш арнасы мен нағыз Атажұрт арнасы және Атажұрт қазақ арнасы, осы арналардың ортасында мен қыдырып жүріп лекция сөйлеймін дедім. Міне 1, 2, 3, 4, 5 сериал лекциямды бір-біріне мазмұны сабақтас, көп мазмұнды алдында біріне-бірін сабақтап, тарихын айтып, бүгінгі оқиғасын айтып, сөйтіп отырып түсіндірген лекциямның 5 бөлігін Атажұрт ақш арнасына салдым. Жаңағы 6 мен 7 бөлігін нағыз Атажұрт арнасына салдым. Одан кейін бүгін қайтадан жаңағы Кимнің Путинге қастығы дегенді Атажұрт ақш арнасына салдым. Міне Трамп атты дегенді нағыз Атажұртта салып отырмын. Енді бірнеше лекциямды нағыз Атажұртта сөйлеймін. Одан кейін бірнеше лекциямды Атажұрт қазақ арнасында сөйлеймін. Одан кейін бірнеше лекциямды Атажұрт ақш арнасында сөйлеймін. Сондықтан біздің 4 каналымызға тұтасымен жазылып алғандарыңыз абзал. Мен қай каналда сөйлесем, сол каналдан тауып алсаңыздар болды. Менің өтінішім сол. 10 тонна саусақтарыңызды көтеріп, 4 каналымызды 4 рет бісміллә деп шұқып, сілтемесін басып, астындағы тіркелу подпис дегенді басып, тіркеліп жіберсеңіздер, сосын сіздерді кем дегенде 50 жыл бойына мазаламаймын. Уәдем, уәде. Аман сау болыңыздар. Құрметпен, Серікжан Біләшұлы.